Мына кісі небәрі 20 жасында соғыста 305 рет жорыққа шығып, соғыс майданда 500-ден аса сағат жүріп, елге аман есен келіп, 2 рет Кеңес одағы батыры атағын алған. Ол кім? Қазір видеода айтамыз. Механик готов к полету, да. Механда ла каулу ва ла куввата илля билля галил газим. Маша Аллах, кана ма лам яшак лам якун. Алиманым, иқрарым, ва тасдиқым бил қалб бимаджабихи мин гиндиллахи Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям деп. Ана механик мамыранды қарай. Сонда оқып алдым. Маған оқ тимейді. Отырдым да бітті жұмыс. Сонан сол 300 рет, 305 рет соны оқыдым. Соның құдіреті болды ғой сонда. Соны оқып, соны аман қалды. Енді мен айтайын, мен мына сколько 300 мен бір самолетті жоғалтпадым. Бір летчикті жоғалтқым жоқ. Ал сен балапан, 20 жасында не істедің, неге үлгердің? Кеңес одағы батыры атағын 2 мәрте алған Талғат Бигелдинов атаңыз туралы ешкім білмейтін тың деректерді қазір осы видеода айтамыз. Видеодан ажырамаңыздар, соңына дейін қараңыздар. Талғат Бигелдинов соғыста Ил-2 деген ұшақпен ұшты. Оның борттық номері 13 деген болатын. 13 саны жалпы көптеген мемлекеттерде, көптеген діндерде қасиетсіз, қорқынышсыз сан, яғни сәтсіздік әкелетін сан. Көптеген ұшқыштар 13-ші номердегі ұшақтан бас тартып, басқа ұшақтарға отырса, ал Талғат Бигелдинов соғыста борттық номері 13 болатын Ил-2 самолетімен ұшты. Жалпы ол соғыста 305 рет жорық жасап, аман есен келіп, әлгі санның ешқандай сәтсіздікке немесе ешқандай қиындыққа ұшыраппайтынын дәлелдеп кетті. Елімізде Талғат Бигелдиновтың құрметіне орай Ақтөбе қаласында әскери авиация академиясы бар. Ал азаматтық авиация академиясы ол біздің Алматы қаласында орналасқан. Жалпы Қазақстанда авиация саласы бойынша 2 универ бар. Талғат Бигелдинов атындағы әскери авиация академиясында осы батырдың ізін қуалайтын мықты ұшқыштар даярланып жатыр. Талғат Бигелдинов соғыстан кейін 305 рейд, аспандағы айқас атты кітаптарында соғыстағы естеліктерін жазған. Ол ұшардың алдында әрдайым бала кезіндегі әжесінің үйреткен дұғаларын оқып шығатын болған. Және де сол дұғалардың күшімен ол елге аман есен келіп, көптеген еңбегін сіңіріп, ерлігін көрсеткен. Бұл туралы батырдың өзі былай деген. Оқып алдым. Маған оқ тимейді. Отырдым да бітті жұмыс. Сонан сол 300 рет, 305 рет соны оқыдым. Соның құдіреті болды ғой сонда. Соны оқып, соны аман қалды. 1943 жылы оның ұшағы атып түсіріліп, жау тылына түсті. Ол алған ауыр жарақатына қарамастан еліне аман есен жетті. 1944 және 45 жылы Кеңес одағы батыры атағын алып, небәрі 23 жасында бұл атақты 2 мәрте алған жалғыз қазақ. Ал сен балапан, 20 жасында не істедің, неге үлгердің? Мына бейбіт заманда сен ешқандай ерлік жасаудың қажеті жоқ, жай ғана оқуыңды оқып, спортпен айналысып, өзіңе барша пайдалы нәрсені кіргізетін болсаң, және де қоғамға еш зиянды тигізбей, біреуді алдамай, ұрламай, ешкімді тура жолдан тайдырмай жүрсеңіз, оның өзі құлшылық. Сол үшін бауырым, тоқтама, дами бер. Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов Кеңес одағының 2 мәрте батыры, қазақ халқының мақтанышы, авиация генерал-майоры. Ол 2014 жылы 10 қарашада Алматы қаласында 92 жасында жүрек талмасынан қайтыс болды. Мына әкеміз ұшақпен 14 мәрте апатқа ұшыраған. Денесінің көп бөлігінен ауыр жарақаттар мен көптеген сынықтар алған. Соған қарамастан ол қан майданда 300-ден аса жорық жасап, бәрін сәтті жасап, ерен ерлік көрсеткен. Өкінішке орай оны біреу білсе, біреу білмейді. Айтпақшы достар, алдыңғы бөлімде мен Хиуаз Доспановаға арнап деректі видеоролик жасаған болатынмын. Жалпы достар, ол өте қызықты. Оның қандай ерліктер жасағанын, ұшақтан қаншама мәрте жарақат алғанын бәрін толықтай зерттеп, сіздерге қызықты етіп баяндап бердім. Хиуаз Доспанованың видеосын көргіңіз келсе, менің арнама кіріп, осы видеоның астын көрсеңіз болды, өзі-ақ табылады.
Жалпы достар, менің ютубтағы негізгі міндетім қазаққа авиация саласы жат емес екенін, қазақтар бұрыннан бері авиацияны игерген екенін сіздерге айқын дәлел ретінде көрсету, және де осындай еңбегі дұрыстап бағаланбай қалған батыр бабаларымыз бен батыр әжелеріміздің ерлігін қайта жаңғырту, олардың ерлігін ұлттың санасына сіңдіру және жастарды білім мен еңбекке, ерлікке баулу. Ал ендеше бүгінгі 9 мамыр ұлы жеңіс күні құтты болсын, жастарымыз елін қорғайтын мықты азамат болсын. Тасып жатыр бойда батыр рух, жігіт толы жігіттерге рух. Тасып жатыр бойда батыр рух, сенің жүрегіңде рух. Жасай берсін мәңгі батыр рух. İnsanlar жатпа текке көтерілуде, аспан жердің иесі сарайдың молы бетте. İnsanlar қатпа текке алған бетке, көзді жекте кең даланы қадірлеп бабаларың басып өткен. Жалынды жүрішін, егер де қажет